Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен ана тілі оқулығындағы дауысты және дауыссыз дыбыстармен танысатын боламыз. Тіл дыбыстары балалар өз екіге бөлінеді. Олар дауысты дыбыстар және дауыссыз дыбыстар. Дауысты дыбыс созылып айтылады және буын құрайды. Мысалы, ана. Осылай а дыбысы бізде барынша созылады. Ал дауыссыз дыбыс созылып айтылмайды және буын құрамайды. Өйткені ол дауыссыз дыбыстар. Дауысты және дауыссыз дыбыспен танысып болсақ, бірінші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді мәнерлеп оқы, жаттап ал. Қыста жер ақ қарға оранды, күн аязды боранды, жылы жақтан келген құс жылы жаққа оралды. Мұрнымыз қызарып, құлақтарды үсітті, қысқа түндер ұзарып, кидік тонмен ішікті. Бұл өлеңнің авторы Ескен Елубай. Ескен Елубай 1942 жылы 18 ақпанда Жамбыл облысы Қордай ауданындағы Отар станциясында дүниеге келген. Балалар, енді өлеңге назар аударайықшы. Міне көксандықшадағы үсітті сөзінің мағынасын түсінейік. Үсітті деген яғни суықтан қатты тоңып, домбыққан кезде біздің бетіміз, қолымыз үсіп қалуы мүмкін. Соны үскірік қатты суық аязды біз үсітті деп айтамыз. Неліктен қыста түн ұзарып, күн қысқарады? Өйткені қыста түн ұзарып, күн қысқарады. Ал жазда керісінше күн ұзарады, сөйтіп түн қысқарады. Қыс несімен қызықты? Қыс мезгілінде біз қалың киімдерімізді киіп алып, боранды күні қармен ойнағанды жақсы көреміз, балалар. Бұл өлеңіміз түсінікті болса, келесі жаттығуға назар аударайық. Өлеңді көшіріп жаз дейді. Далада қар борайды, ақ мамыққа орайды, мұз болады, қатады, жып-жылтыр боп жатады. Асқар Тоқмағамбетов. Қарамен берілген сөздердегі дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажыратып, қаламмен дауысты дыбысты қызыл түспен, дауыссыз дыбысты көк түспен белгілейміз. Үшінші жаттығуда суреттер бойынша мәтін құраймыз. Мұнда тірек сөздер берілген: мал, қора, суару, жем беру, қар күреу. Осы сөздердің бірін пайдаланып, өзіміз сөйлем құраймыз. Сөйлемді қалай құрау керек, сізге мысалдарын көрсеттім. Осыған қарап мысал құрастырсаңыздар болады. Сабаққа назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.